Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқа және де 180 грамм шекер керек болады. Екеуін жақсылап миксерлейміз. мл сүт құямыз және де 80 мл сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. 150-200 грамм аралығында ұн қосамыз. Массамыз қою болуы қажет. Шарлотка пирогына міндетті түрде алма қажет болады. Мен 5 дана алманы алдым. 2 дана алманы осылай екіге бөліп, жіңішке етіп турап дайындап қоямыз. Бұл алмалар пирогтың үстіңгі бөлігіне қойылатын болады. Ал қалған үшеуін майда етіп, 4 бұрыштығып турап, қою массамызбен араластырамыз. Табамызды майлап, массамызды құйып, қалған жаңылдегі туралған алмаларымызды осылай тізбектеп шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Мінеки пирогым дайын болды. Сыртын сахарный пудрамен сеуіп шықтым. Ал ендеше бізге ас болсын. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.